Бүгінгі видеоның превью осындай болады енді достар, сіздерге ұнаса лайктарыңды басып қолдап отырыңдар достар. Және де ендігі видеода кім мен кімді шығарайын, соны комментарийге жазып кетіңдер. Сендер үшін любой достар, любой шығарсаңдар да мен сендер үшін бәріне дайынмын. Сондықтан да арнама тіркеліп лайктарыңды басыңдар және колокольчикті басыңдар. Өйткені мен ең қызықты видеоларымды көре аласыңдар. Ендеше видеомызды кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Олжабек достар. Бүгінгі видеода мен ADS пен Шелзиді екеуін салыстыратын боламын достар. Бұл жерде біз өзінің қанша подписчигі бар, общий просмотры, бір видеоның ең көп қаралымы және де ава превью деген жерлерін бәрін салыстыратын боламыз. Үшін каналы туралы барлық жері. Және де достар, арнама тіркеліп лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар достар. Активіміз қатты түсіп бара жатыр, сондықтан да енді осы видео көп қаралым жинайды деп ойлаймын сендер үшін. Просто контентті видеоны әкелдім достар. Давайте сондықтан да арнама тіркеліп лайктарыңды басып кетіңдер, мен қолдайсыңдар сонда. Так достар, енді біздер бірінші раундымызға кеттік. Достар, енді біз енді осы бірінші раундта достар өте қатты оңай болу үшін, бірінші раунд сәл жеңілдеу болу үшін достар, біздер дейтін ADS пен Шелзидің подписчиктерін салыстыратын боламыз достар. Ендеше бірінші ADS-кі достар. Достар, көріп тұрғандарыңызда әрине ADS кезеттіктің подписчигі 284 мың подписчик достар. Ал ендеше достар, Шелзидікі өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда достар, Шелзидікі просто 166 мың подписчик достар. Ол 7 айда жинап алды достар. Вроде 7 айда мен салыстырып көрдім. 7 айда жинап алды. Сондықтан достар, бірінші раунд енді Шелзидің, яғни қазір 1-ден 0, Шелзиде 1, ADS-ден 0. Достар, осы екінші раунд достар. Екінші раунд енді мен олардың қалай танымал болғанын айтатын боламын. Әрине ADS дейтін CSGO арқылы көтерілді деп айта алмаймын. CSGO арқылы өзіне бір нормальный подписчик алды. Ал ол достар Free Fire'ге келіп ойнағанда, в общем, өзінің ат-шашкаларын просто тығып жібергенде достар, ат-шашкаларын просто жабыстырып жібергенде өте керемет, өзіне көп подписчиктер жинады десем де болады достар. Ал достар, екінші Шелзи болса достар, ол Шелзи ол әрине Майнкрафт арқылы танымал болды достар. Және де ол Шелзи енді достар, енді жаман естілсе де айтайын достар, ол стрим снайпер және де стрим снайпер үшін достар, сол арқылы танымал болды достар. Достар, енді осы раундта әрине қайтадан Шелзида 2 болайын деп тұр үшін. Достар, әне-міне дегенше үшінші раундқа да келіп жеттік. Көріп тұрғандарыңыздар достар, біз үшінші раундта біз ава превью фон жайлы айтатын боламыз достар. Әрине Шелзидікін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, о да әрине мысықтың суреті. Тұр, енді бұл мысықтың суреті қатты мағына береді деп айта алмаймын, бірақ оның фоны өте керемет достар. Ал ADS-кі достар, ADS-тің авасы өте керемет достар. Енді адамның суреті тұрған екен, жаман деп айтамаймын. Достар, бұл раунд енді үшінші раунд енді достар ADS-тікі болды. Достар, әрине біздер 4-ші раундқа да келіп жеттік достар. Бұл 4-ші раундта енді әр видеосының общий просмотрын анықтайын деп отыр. Көріп тұрғандарыңыздай Шелзида, енді достар, көріп тұрғандарыңыздай Шелзида 8 миллион общий просмотр, 8 миллион, енді ADS-та 19 миллион. ADS-та көріп тұрғандарыңыздай әрине 19 миллион общий просмотр осы достар. Достар, ADS қазақ ютубын дамытып жүрген адамдардың бірі десем де болады достар. Және де ADS менің ойымша достар, осы ПК-мен емес, телефонмен, яғни соткамен ең мықты ойнайтын ойыншылардың бірі ЕРХ мен ADS. Яғни осы екеуі телефонмен өте керемет ойнайды деп айтуға болады. Кімде-кім келседі, комментарий жазып кетіңдер. Ал енді Шелзи болса енді достар, ол қазақша трэшер, енді типа ПК-мен зор ойнайды, трэшері ПК-мен өте керемет ойнайды. Енді Шелзи да сондай достар. Достар, давайте осы видео қызық болмаса да до конца көріп кетуіңіздерді сұраймын. Енді яғни достар, енді осы раунд біз ADS-ке беретін боламыз әрине. Есеп бізде 2-2. Достар, бізде счет 2-2 достар. Енді бізде әрине 5-ші раундқа да келіп жеттік достар. Бұл 5-ші раундта бір видеосында
ең көп деген просмотрын айтатын боламын достар. Енді Челсиді көріп тұрғандарыңыздай ADS-тің кегін алдым деген видеосында, достар, ADS-тің кегін алдым деген видеосында 309 мың просмотр өсті. Достар, енді бұл шешуші раунд болғандықтан енді бұда қатаң түрде көретін боламыз достар. Және де ADS-тің бір видеосын, достар, 881 мың общий просмотры. Енді өте керемет. Катка ойбай қаштық деген видеосында өте керемет, почти 1 миллионға жуық просмотр. Енді достар, соның бәрі подписаться еткенде қазір ADS алтын кнопкаға да жететін еді достар. Енді достар, енді осы раундымызда Челси ұтты. Сіздердің ойларыңызша осы екеуінің қайсысы ұтатын еді? Соны комментарийге міндетті түрде жазып кетіңдер достар. Және де достар, ендігі видеода кім мен қай ютуберді салыстырайын. Бірақ та олардың достар подписчиктері бірдей болу керек. Сондықтан да сол адамдарды жазып кетіңдер. Мен сол видеода дәл сол күн айтып, сол видеода соларды салыстыратын боламын достар. Давайте міндетті түрде айтып кетіңдер. Соны айтып кетсеңдер просто риза боламын достар. Сондықтан да арнама тіркеліп, лайктарды басып, соны ұмытпаңдар. Және колокольчикті басыңдар достар. Менің өте керемет видеоларым шығатын болады достар. Және достар, лайк басуды ұмытпаңдар. Барлықтарың қарап отырғанда, барлықтарыңа лайк бассаңдар, ол маған мотивация береді достар. Ол дегеніміз достар, яғни сіздер лайктарыңызды басып отырсыздар, менің видеоға деген шаптым оянып кетіп, күнде видео түсіре беретін боламын. Так что достар, лайктарыңды басыңдар, арнама тіркеліңдер. Сіздермен бірге болған мен Олжа KZ. Амандықта жүздескенше болды. Пока-пока. Чао.